Жарқанат қалай пайда болған? Бір күні Ғайса пайғамбар бір топ балықшыға кезігеді. Олар Ғайсаға: «Әй Ғайса, сені елші дейді, сол рас па?» деп сұрады. Ғайса: «Иә, мен пайғамбармын» деді. «Пайғамбар болсаң керемет көрсетші, елші екеніңе сенейік. Мұғжиза тек Алланың қалауымен болады. Иман келтірсең керемет көрсетемін, қызығы үшін сұрасаң кесір ұрады» деді. Балықшылар бір ауыздан: «Бізді таңғалдырсаң дініңе кіреміз, елші екеніңді мойындаймыз» деп уәде берді. Ғайса: «Қандай керемет көрсетейін?» деді. Бірінші балықшы балықты көрсетіп: «Мынаның аузынан құс шығар, денесі жүнсіз болсын, аузына дем сал, көз алдымызда ұшсын» деді. Екінші балықшы: «Құстың тұмсығы болмасын, басы қойдан аумасын, тістері болсын, бірақ шөп те ет те жемесін, қорегі қан болсын» деді. Үшіншісі: «Құлағы есектің құлағына ұқсасын, бірақ естімесін, көзі болсын, бірақ көрмесін, аяғы болсын, бірақ жүрмесін» деді. Төртіншісі: «Құстың емшегі болсын, бір емшегінен сүт ақсын, екіншісінен су ақсын, өз емшегін өзі сорсын» деді. Бесінші: «Құстың қанаты кеменің желкеніндей болсын, бірақ суда жүзбесін» деді. Алтыншы адам: «Құс жұмыртқа баспасын, толғатып тусын» деді. Жетіншісі: «Әй Ғайса, жаратқан құсың мен сияқты шықылықтап күлетін болсын» деп оттай салды. Ғайса балықтың аузынан бір құс шығарып: «Сұрағандарың осы ма?» деп балықшыларға лақтырып жіберді. Түрі сүйықсыз, аузында тісі салбыраған екі құлағы, екі емшегі бар мақұлықты көргенде олардың зәресі ұшады. Құсты жерге тастай салып: «Елші екеніңе сендік, мынаның қарасын жылдам құрт, түрі неткен қорқынышты» деді. Ғайса: «Алла күн деп әмір бергенде жаралмайтын зат жоқ. Қанша жерден қиялмен қиындатсаң да ұлық Алла қиыннан қиыстырады. Ол сондай шебер Алла» деді. Балықшылар: «Ау, бұл зәремізді ұшырады ғой. Көрген адамның жүрегі жарылып өлер» деді. «Ендеше тек түнде ұшсын, адамға көрінбесін» депті Ғайса. Жарқанат осылай балықшылардың қиялынан туыпты.